Барлықтарыңыз фейсбукта отырасыздар, иә? Кім фейсбукта отырады? Қол көтерейік, давайте. Бәсе, лох жоқ қой бұл жерде. Бәрі нормальный жігіттер. Фейсбукта отырған кезде бар ғой, бір кәдімгідей, былай қазақша айтқан кезде з***ын шығаратын адамдар болады, да? Жоқ, шын. Кәдімгідей жының келеді қарап отырып. Сондай адамдардың хит-паратын жасадық. Ондай адамдардың ең бірінші адам ол мамалар. Либо по залету ерте күйеуге шыққан малолетка, либо отырып 30-дан асқан соң күйеуге шыққан қыз баласын туа салады, фейсбукқа салады. Оған лайк басатындар, ой-ой-ти-пути қандай бала деп жазатындар, либо малолетка достары, либо күйеуге тимей б*** деп отырған өзінің подружкалары. Жоқ, олар бақытты, олар неде фейсбукта бақытты түрлерін салады, баласын бір әдемі пеленка қорақ қойып, или аяғын шығарып қойып, на самом деле үйде з***лар шығып отыр. Сосын сен анау бір болмайтын группаларға тығып сені баланы қалай тәрбиелеу керек, как вырастить президента деген группаларға. Ең шығаратын адамдар осылар бірінші. Екінші, соғып мен күте тұрам. Екіншісі сеңіз шығаратын адамдар ол гражданин дейді, азамат. Олар анандай бір, например, Оңтүстік Қазақстан облыстық университетінің Мақтар ауданы бір Херня ауылындағы бір филиалынан оқу бітірген, өзім пи***ес бір адам санайтын. Гражданин. Иә. Оның әңгімесінің барлығы заманы өкіп кетті. Үкімет қайда қарап отыр. Ужас, доллар қымбаттады деген әңгімені айтып бір шешіп сайтын сияқты болып отырады. Олар сосын анандай аудандық газетте жұмыс істейді ол адамдар. Иә. Содан анау құттықтау бетін толтырып бітеді, давай, фейсбукқа керекте сразу жасайық, давай деп жазып отырады. Иә? Ондай адамдар бар. Үшіншісі интеллектуал. Вот олардың высшее образованиесі бар, нормально. Бір коммерческий университет оқыған, бір Гарварды бітірген сияқты ақылды санайтыны. Бір үлкен адамдардың, бір ұлы адамдардың бір әдемі цитаталарын тігіп кетеді, өзінікі пихать етіп жібереді саған. Астына өзінің суретін салып қояды бүйтіп тұрған. Иә? Ондай адамдар. Одан кейін тағы бір адамдар бар, ол жылауық адамдар. Ол адамдар енді өмірі жолы болмайды, грипп болса бірінші соларға келеді. Я гриппую, пожалейте меня деген анандай дәрінің суретін салып қояды. Мен көшеден бір күшікті көрдім деп бір сүмірейіп тұрған күшіктің суретін салып қояды. По идее, ондай адамдар неудачниктер, шын. Просто оларды аяу керек. Сол үшін лайк басып тұрыңыздар. Вот енді одан өткен вообще бір ол красавица. Мен тұрдым, мен жуынып атырмын, мен лифттан кетіп атырмын. Мынау менің бетім, мынау менің көтім. Жоқ, негізі ондай адамның шын досы жоқ. Шын досы болса айтады, урод суретін салмаш дейді. Жоқ, рас. Одан кейін бір адамдар болады, олар звезда, яғни танымал жұлдыз. Бұлар әдетте бір херня фирманың пиарщигі болады, бір партияның SMM-шігі болады. Жоқ, рас. Бірақ өздерін керемет танымал, мен знаменитім, мен Бамонтпен араласам, ан жерде анау болғып жатыр, барасыңдар ма, мұн жерде мынау келдік қой, мұн жерде мынау келдік қой деген әңгімен пихать етеді. Ондайлардың ең жаман жері, любой жерге өзінің жаңа фирмасының несін тығып жүреді, жарнамасы. Кеше Қайрат Нұртастың фирмасында, Қайрат Нұртастың Конгресс-холлдағы концертінде төбелес болды. Ал Барсукта пивной безлимит 1000 теңге деген сияқты бір любой бір пиар нәрсе жүреді.
Сосын тағы бір сен мазаңды алатын адам, ол саморекламамен айналысатын адам. Вот, молодец. Бұлар бар ғой, бұлар негізі либо максимализммен ауыратын бір 15-16 жастағы бала, өзін-өзі либо қатты байға тигісі келіп жүрген кәрі қыз. Вот видите, мен не істей алам, мен мына тамақты істеп жатыр, мен мынаны істедім, сонай мен үйді жинайым. Сосын мен деген анандай ашығын айтқанда деген ток-шоуға түстім ғой, соның видеосын қараңдар деп ссылкасын лақтырып, дәл қазір мені көрсетіп жатыр деп. Жоқ, енді ондай адамдарды былай шынымен де көп зияны жоқ, бірақ анау сілтемесіне кіріп өтесің де ананың айтқанын, жазғанын қарасаң бәрі херня екен көресің де жының келеді. Сосын тағы бір біздің мазамызды алатын адам, ол діндарлар. В общем, без комментариев, Құдайдан қорқамыз. Егер осындай адамдар сіздердің мазаларыңызды алып жүрсе, мен сияқты за**ларыңыз жүрсе, оларды удалить етпеңіздер. Олар керек адамдар, олар болмаса Facebook қызық емес. Әйтпесе біз бәріміз отырып Қазақстанды ойбай көртектекті хотя бы виртуально бәрін шешіп тастаймыз. Ендеше біздің осындай әдемі достарымыз үшін тағы бір қосақ қойсаңыздар.